ана өзі орысша сөйлеген мақтан көріп сөйтіп жүретін қазақтар бар ғой. Дайындалыңдар, ай, туысқандарың келатыр. Жарты нандарыңды бөліп беріп, пәтерлеріңнің жартысын беріңдер, солар келіп тұрсын. Әкелеріңдей көресіңдер ғой. Неге орысша сөйлейсің десе, өзіңмен ұрсысатын қазақтар бар ғой. Ертең бұлар да келеді да, қай-қайдағын шығарады, сонымен қақтығыс болады ортада ұлтаралық. Одан кім сорлайды? Қазақты қамайды бірінші. Біз енді оған кедергі боламайтын болсақ, тосқауыл жасаймайтын болсақ, онда бізге шекараның не керегі бар? Онда несіне елміз біз? Бүгін жаяу жалпылап өтіп жатқандарды тоқтатамайтын болсақ, ертең Құдай бетін арықсын. Қару ұстап келетін болсақ, онда сол күні екі қолымыз көтеріп берілеміз ба сонда? Ана Ресейден келіп жатқандар бар ғой, олар шынымен патриот болса, соғысқа барғысы келмесе, сол жүйені құлатпай ма? Тіпті ойбай біз соғысты қолдаймыз десе, мықты болса Украинаға бармай ма? Бірігетін кезіміз. Біздің Қазекем келген, әлде қашан келген. Албанмын, айманмын, танысаң адаймын, танымасаң құдаймын, мен төремін, ақсүйекпін, қожамын, бірдеңемін деп бөлініп жүретін уақыт емес қазір. Қазағым, ей, бір болу керек бізге. Осындай бейне үндеу жариялаңыз. Тым құрса осыны бөлісіп жіберіңіз.